Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда білім берудің алатын орны ерекше. Тұлға құзыреттілігін дамыту үшін, яғни бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа инновациялық әдіс тәсілдерінің ең тиімдісін пайдалану жоғары нәтиже береді. Жалпы, функционалдық сауаттылық деген ұғымды таратып айтар болсам, адамдардың жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторы. Әдебиеттік оқу мен қазақ тілі оқу бағдарламасының мазмұны оқу сауаттылығына бағытталған. Оқу сауаттылығының маңызды компоненті мәтіндер. Біз мәтінді жанр бойынша жіктеуге дағдыланғанбыз. Мәтін мағынасын түсінуде қандай әдістерді қолдануға болады? Бағытталған оқу. Бұл әдіс мәтінді оқу барысында сұрақтар арқылы оны түсінуге бағыттайтын стратегия, жекелеуші 7 сұрақ стратегиясы. Мысалы, әдіс тәсілдер мәтінге байланысты өте көп. Балық қаңқасы әдісі, бұл әдіс негізінде білім алушы мәтіндегі ақпаратты терең меңгереді, топпен, жұппен талқылайды, қорытынды жасайды және бағалайды. Жаңа ақпараттың меңгеріп кету үшін ықыласпен жұмыс жасайды. Қатені тап әдісі. Бұл әдісте білім алушылар алдымен мәтінді өздері оқып шығады. Сонан соң 3 топқа өз қалаулары бойынша бөлінеді, немесе мұғалімнің көмегімен бөлінеді. Әр топ өз тапсырмасын алады. Тапсырманы орындауға белгілі әрине бір уақыт беріледі. Бірінші топ тапсырмасы ертегінің кез келген үзіндісін сурет арқылы беру. Екінші топ берілген мәтіндегі қатені табу, міндетті түрде 1-2 қате болуы керек. Үшінші топ берілген үзіндіні сахналау. Бастауыш сынып оқушылары сахналау әдісін және рөлге бөліп оқу мәтіндерін өте жақсы көреді. Оны ықыласпен қабылдап, орындауға барынша жанын салады. Әріптестерімнің сауалдарына былай жауап бергім келіп отыр. Кітап оқып және де оқу сауаттылығын дамыту жөнінде сіздің қосар үлесіңіз немесе идеяңыз қандай деген сауалға. Оқу сауаттылығына көбірек көңіл бөле бермейтіндігінен қазіргі балалардың сөйлеу мәдениетінің төмендігі артып барады. Әрине барлық оқушыларға топырақ шашпаймын. Оқушы көркем әдебиетті неге оқымайды деген сауалға әріптестерімнің айтарым, бала оқиды. Тек қалауын тауып, қар жағу өз қолыңызда. Мектеп кітапханасы оқушыларды керекті шығармалармен қамтамасыз етуге тиіс. Алайда, керекті кітаптар мектеп кітапханасында табыла бермейді. Осыны ескеріп мұғалімдер сыныпта кітапхана бұрышын ұйымдастыруымыз керек. Осы ұйымдастырылған кітапхана бұрышы арқылы ең үздік оқырман атағын жариялап, мадақтап отыруымыз керек. Сонда жаңағы оқуға көңіл бөлмей жүрген балалар, осы балаларға қызығып оқуға ұмтылады деген ойдамын. Мысалы, сыныбымызда оқушылар бар, дәптер бастаған арнайы өз қалауымен оқыған кітаптарын арнайы сол дәптерге жазып отырады. Авторы кім, әрбір ертегінің, мысалдың, әңгіменің, мәтіннің авторы кім және кезекті кейіпкерлері кім, ең керекті кейіпкерлері кім, соларды түртіп жазып отырады және өзінің түсінігін дәптердің ішіне түсіреді. Және де оқушылар келген кезде бір-біріне дәптерлерін көрсетіп, бір-біріне сол оқыған тапсырмаларын әңгімелеп беріп отырады. Оқушыны өз бетімен кітап оқуға үйретуде оқушы әжептәуір сауаттанып, сөз қоры ұлғаяды, ойын еркін жеткізе алады. Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды демекші. Ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Ұстаз деген әрбір тығырықтан, қиыншылық болсын қандай тығырықтан ізденіп шығуға даяр тұрады.